Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін 72-ші сабақ. Бүгінгі тақырып ботақан. Бүгінгі сабақта өлеңді түсініп, қажетті мәліметтерді теріп оқисың. Өлеңдегі теңеу сөздерді табасың. Бірінші тапсырма: жұмбақты шеш. Кезекті бір жануар, үстінде екі тауы бар, мойны ұзын, көзі үлкен. Бұл не, өзің тауып ал. Балалар, жұмбақтың жауабы түйе екен. Екінші тапсырма: халық шығармасын түсініп оқы. Ботақан. Бұлта қандай ботақан, мамық жүнді майтабан, аққудай иіп мойын, маң-маң басып жайылған. Екі өркеші баладай, екі көзі танадай, шудалары жібектей, жез бұйдасы желектей, сырмақ жабу жарасқан, сыр мінезі әдемі, мыңқ етпейтін момақан, осы біздің ботақан. Бұл жерде балалар бұлтақандай деген томпиған, бұйдасы мұрындыққа байланатын жіп, желектей желбіреп тұр деген мағынада. Үшінші тапсырма: өлеңнен ботақанға қатысты теңеулерді теріп оқы. Бұлтақандай, баладай, танадай, жібектей және желектей. Келесі төртінші тапсырма: теңеу сөздерді қолданып ботақанды сипаттап айт. Ботақан бұлтақандай, жүндері мамық, өркештері баладай, көздері танадай, өзі момын, сыр мінезі әдемі жануар екен балалар. Бесінші тапсырма: кестемен жұмыс. Бұл жерде балалар сұрақтарға иә жоқ деп жауап береміз. Түйенің төлі бұл бота, иә дұрыс жауап. Алабота жылқы жейтін шөп, жоқ, ол дұрыс емес. Түйенің сүті шұбат, дұрыс. Түйе сүтінен қымыз алынады, жоқ, түйенің сүтінен шұбат алынады екен балалар. Төртінші сұрақтың жауабы дұрыс емес. Келесі алтыншы тапсырма: түйенің пайдасы туралы ізден, тапқан мәліметтеріңді кестеге түсір. Түйе жүнінен жасалатын бұйымдар балалар: түйе жүнінен көрпе тігеді, кілем тоқиды және қап жасайды екен. Түйе сүтінен шұбат, сүзбе, құрт жасалады. Түйе терісінен қамшы, ыдыс жасайды және аяқ киім тігеді екен балалар.